кітапханасының мерзімді басылымдар қорынан табылатын ең танымал республикалық және Ресей журналдарының құрылу тарихымен таныстыру мақсатында баспасөз білім берудің құралы атты библиофрешін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі күні еліміздегі жедел және іскерлік ақпарат ресми көзі болып табылады. Оның беттерінде тілшілер адамдардың өмірі мен ағымдағы мәселелерді көтеріп, Қазақстан өміріндегі өзекті және маңызды оқиғалар туралы мақалаларын жариялап тұрады. Біздің кітапхана оқырмандарының көзқарастарын және сұраныстарын есепке ала отырып, мерзімді басылымдарды танытуға қызмет ету үшін оқырмандардың әртүрлі топтарына жыл сайын газет-журналдарды жаздырып алады. Олар қоғамдық саяси, ғылыми, педагогикалық, әдістемелік, танымдық және тағы басқалар. Бүгін олардың ішіндегі кейбір ең танымал және көне тоқталып өтсек. Ізденіс педагогикалық газеті облысымыздың өзіндік өрелі тарихы бар, бағыт-бағдары айқындалған, қалың оқырманы қалыптасқан беделді басылымдардың бірі. Қарағанды облысының жасампаз істерге толы білімнің қайнар көздерін жазуға Ізденіс газеті зор еңбек сіңіруде. Қай кезеңде қызмет етсе де, уақыттың өз талабына сай облыстың білім саласындағы толымды өзгерістерін паш етіп, өлкенің білім жаңашылдықтары мен жетістіктер жылнамасын жазуға сүбелі үлес қосты. Қазіргі таңда газет тәуелсіздік аясында жаңашыл мектеп моделіне бет бұрған облыстың білім ошақтары мен жаңаруды жатсынбай қабылдай отырып, жетістіктерге жеткен ұстаздар туралы ауқымды мақалалар жазып келеді. Қорытындылай келсек, мерзімді басылымдар пәндік әр саладағы маңызды ақпараттың құнды көзі. Олар әр түрлілігімен, ерекшелігімен оқырмандардың кең ауқымына ұсынылады.